Ассалаумалейкум, қырғыз елі. Сіздердің алдыңызда үлкен басымен келіп, мен 70-тегі зейнеткермін. Жұмагедиева Роза Хамсақызы. Жұмагедиев Арман Бақтыұлының анасымын. Оны Декерман деп танисыздар ғой. Ал сіздерден жаңа ол талай рет кешірім сұрар еді. Қазір енді осындай жағдайда отырғаннан кейін соның атынан, өзімнің атынан сіздерден кешірім сұраймын. Ол бір жерде дұрыс сөйлемеген шығар. Дұрыс түсінбеді. Екі ортада жаңағы ұлттық араздық болып кетті ме, білмеймін. Жүрегім ауырды. Ол шын мәнінде мен ондай ойы жоқ еді оның. Ол шын мәнінде өте жақсы көреді қырғыз елін. Әрқашанда мақтан тұтады. Қандай боевой, қандай патриот, керемет халық қой деп. Әрқашанда. Сол енді Алланың бұйрығы шығар. Сол қырғыздың қызын алып, сол құдағи болып отырмыз. Қырғыздың қызы, иншалла, Айкөл Әлікжан қызы маған тұңғыш немеремді туып беріп отыр. Біз бақытты өмір сүріп отыр едік. Сол енді соны көруге келген еді ғой. Осындай жағдайға душар болады деп кім білді. Мен сіздерден кешірім сұраймын тағы да. Біз өте жақынбыз. Құдағимыз. Құдағи 1000 жылдық дейді. Күйеу бала 100 жылдық дейді. Пайғамбар күйеу баласын сыйлаған. Сондықтан да сыйлап, өзі қабылдап, кешіріп, Алла тағала жақсы қатынаста болайық. Сізден өтініш сіздерден.